Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Алматы облысы Қаратал ауданы Ілияс Есенберлин атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Расилова Гүлжан Тұрсынқызы. 8-ші сынып биология сабағы, бөлім координация және реттелу. Тақырыбымыз эндокринді бездер қызметінің бұзылуынан туындаған аурулар. Оқу мақсатымыз эндокриндік бездер қызметінің бұзылуынан туындаған ауруларды атау. Ішкі секреция бездері немесе эндокриндік мүшелер жүйесі. Эндокриндік мүшелер бездерде бөлінетін сұйықтықты шығаратын өзек болмағандықтан сұйықтық бірден қанға өтеді екен. Ішкі секреция бездеріне жататын гипофиз, қалқанша без, қалқанша маңы без, айырша без, эпифиз, бүйрек үсті безі жатады екен. Эндокринді бездер, балалар, ағзаның басқа да мүшелері сияқты ауруға шалдығуы мүмкін. Олардың қызметінің бұзылуын үлкен екі топқа бөледі екенбіз. Ағзада егер гормондар мөлшерінен көп бөлінсе, гиперфункция деп атаймыз. Егер гормондар мөлшерінен аз бөлінсе, гипофункция деп атаймыз. Гипофиз негізгі ішкі секреция безі екен. Ол аралық мидың астыңғы жағына кішкене өсінді арқылы бекінеді екен. Оның пішіні үрме бұршақ тәрізді болады. Ол ересек адамдарда салмағы 0,5-ден 0,165 граммға жетеді. Бұл без 25 түрлі гормон бөледі екен. Соның ішіндегі соматотропин, яғни өсу гормоны, барлық ұлпа мен ағзаға әсер етеді екен. Гипофиз безінің аурулары, балалар, суретте көріп тұрғанымыздай алыптық және ергежейлік ауруларына келеді екен. Және акромегалия ауруына. Ересек адамдарда соматотропиннің шамадан тыс бөлінуі дененің кейбір мүшелерінің өсуіне алып келеді екен. Суретте көріп тұрғанымыздай адамның бас сүйектері, қол, аяқ сүйектері өседі екен. Қалқанша маңы безі. Қалқанша бездің жоғарғы төменгі жағын орналасқан. Без парадгормон бөледі екен. Парадгормон ол күрделі құрылысты зат. Ол денедегі кальций мен фосфаттың алмасуын, тағамның ішектен қанға тез сіңірілуін, зәрмен бірге шығарылуын реттейді. Кальций алмасудың реттелуі парадгормонның және Д дәруменінің қатысуымен болады. Д дәрумені жетіспегенде сүйектің құрамында кальций азайып, оның қаттылық, мықтылық қасиеті төмендейді. Қалқанша без. Тироксин гормоны бөледі екен. Тироксин гормоны қалыпты түзілу үшін ағзада йод жеткілікті болу керек екен. Қалқанша без аурулары, балалар, эндемиялық зоб. Егер адам ішетін су мен тағамда йод жетіспесе, адам алқым ісіну аурумен ауырады екен. Мұндай ауру әсіресе топырақ пен судың құрамында йодтың аз болуынан пайда болады екен. Тәулігіне адамның қабылдайтын йод мөлшері 0,15-0,20 мг болу керек екен. Бездің мөлшері ұлғайып, алқымы ісінеді екен, суретте көріп тұрғанымыздай. Және Базедов ауруы. Қалқанша безі гормоны көп бөлінсе, денеде зат алмасу күшейеді. Жүрек соғуы жиілейді, қан қысымы көтеріледі, жүйке жүйесінің қозуы артады, тез ашуланады, терлегіш болады, көздері бадырайып, шарасынан шығып тұрады екен. Микседема ауруы. Тер астына шырышты сұйықтықтың жиналуынан туатын ісіну екен. Ісік көбінесе тері астын, тіл, бет, мойын, кеуде тұсын қамтиды екен. Және кретинизм ауруы. Бойы өспей, жыныстық жетілу тоқталады. Ми сыңарлары қыртысының жұмысы бұзылып, ақыл есі кем болады екен. Айырша без, тимус. Кеуде қуысында кеңірдектің жоғарғы ұшын жауып орналасқан без. Адамның балалық шағында ірі болады, кейін жыныстық жетілуден кейін кішірейеді. Бұл без тимазин гормонын бөледі екен. Егер ағзада тимазин гормоны жетіспесе, иммундық қасиет төмендейді екен. Бүйрек үсті безі, балалар, енді. Бүйректің жоғарғы ұшында орналасқан
ұжым эндокринді бездер екен. Олар екі қабаттан тұрады екен. Сыртқы қыртысты қабат және ішкі ми қабаты. Ұйқы безінің қызметін гипофиз бездерінің гормондары басқара алмайды екен. Ол гипофиз қызметіне тәуелсіз екен. Оның гормондары қанның құрамындағы қанттың мөлшеріне байланысты болады екен балалар. Ұйқы безінің ауруларына қант диабеті жатады және инсулинді шоқ жатады екен. Енді балалар, тапсырмаға көшейік. Тапсырма: ішкі секреция бездерінің гормондарынан пайда болатын ауру түрлерін сәйкестендіреміз. Дескрипторымыз: ішкі секреция бездерінің гормондарынан пайда болатын ауру түрлерін сәйкестендір. Сіздерге 2 минут уақыт беремін. Ойланып, асықпай жауап береміз. Жақсы балалар, орындап болсақ, жауабымызды сәйкестендіреміз. Яғни, гипофиз аурулары, безінің аурулары қайсы екен балалар? Ергежейлілік, акромегалия, алыптық аурулар. Қалқанша безі: Базедов ауруы, кретинизм ауруы, миксодем ауруы. Және ұйқы безінен пайда болатын ауруға қайсы жатады екен балалар? Қантты диабет жатады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз: қант диабетінің туындайтын әкелетін 3 себепті таңдаңыз. Осы тапсырмадан 3 дұрыс жауапты табамыз. Сіздерге тағы да 2 минут уақыт беремін. Жақсы балалар, орындап болсақ, жауабын сәйкестендіреміз. Қант диабетінің туындауына әкелетін 3 себепті анықтадық, иә? Ағзаға судың жетіспеуі, қанға ұйқы безінің инсулинді аз бөлуі, қандағы глюкоза деңгейінің артуы екен. Жауапты дұрыс орындады деген ойдамын. Жарайсыздар. Енді сабағымыздың басындағы оқу мақсатымызға оралайықшы балалар. Эндокриндік бездер қызметінің бұзылуынан туындаған ауруларды атау. Мақсатымызға жеттік пе балалар? Әрине, эндокриндік бездер қызметінің бұзылуынан туындаған ауруларды атай аламыз. Енді балалар, плюс-минус қызықты әдісімен бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Плюс бағанына сабақта ұнаған нәрсені жазамыз, иә балалар, өздеріңіз білетіндей. Минус бағанына сабақта ұнамаған, түсініксіз сәттерді жазамыз. Қызықты бағанына оқушылар сабақта естіген қызықты мәліметтерді жазамыз. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.